Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Дүниетану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымызды тормоз ойынынан бастаймыз. Тормоз ойыны шеңберде тұрып ретімен саналамыз. Мен өз санымды айтып шапалақтаймын. Барлығы солай қайталайды. Сосын келесі оқушы санын айтып басқа іс-әрекет жасайды. Ол іс-әрекетті де басқа балалар қайталайды. Солайша барлық қатысушылар саны мен іс-әрекеті қайталанып шығады. Жақсы, осындай көңіл-күймен сабағымызды жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта қандай тақырыппен таныстық? Катаклизм дегеніміз не? Табиғи апаттарды атаңдар. Катаклизм еліміздің қай өңірлерінде жиі кездеседі? Жақсы, енді үштік әдісі арқылы үй тапсырмасын тексереміз. Үйге Қазақстанның физикалық картасына сипаттама жазуға берілген болатын. Бірінші оқушы жазғанын оқиды, екінші оқушы тыңдайды, үшіншісі түртіп алады. Айтылмай қалған ақпараттар болса, басқа оқушылар өз ойларын қосады. Жарайсыңдар оқушылар. Үй тапсырмасын жауапкершілікпен орындап келіпсіңдер. Енді балалар, мына суреттерге назар аударыңдаршы. Суреттерге қарап, атауларын бір-бірімен байланыстырып, бүгінгі тақырыпты анықтап көрелік. Иә, оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз толықтай айтылғанда катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім. Бөлім атауы табиғат құбылыстары деп аталады. Бұл тақырыпта сендер қандай катаклизмдер болатынын естеріңе түсіресіңдер. Катаклизм кезіндегі қауіпсіздік шараларымен танысасыңдар. Әрине бұл мақсаттарға тапсырмаларды орындау арқылы жетеміз. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Жұппен жұмыс. Бірінші тапсырма. Сызбаны пайдаланып, қыста, көктемде, жаз бен күз мезгілінде сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін екенін айтып бер. Олардан қалай сақтанар едің? Бұл сұрақтың жауабын жұбыңмен талқылап, жоспарын құрып көр. И каждая может быть мощнее предыдущей. А вообще, друзья, мы желаем, чтобы вам и вашим близким никогда не пришлось столкнуться с таким явлением. Бейнебаянды талдайық. Бейнебаян не жайлы болды? Бұл бейнебаяннан қандай білмеген ақпараттар алдыңдар? Су тасқыны кезінде қажетті құралдарға нелер жатады екен? Жиі су тасқыны болатын аймақтар қандай екен? Қалай ойлайсыңдар? Су тасқыны теңіз, мұхиттардан басқа тағы қандай құбылыстардан пайда болуы мүмкін? Иә, әдетте су тасқынының орнын алуына жауын-шашынның мол суы да себеп болады. Жауын суы жерге сіңіп, ағып үлгермесе, сол маңайдағы алқапты су басады. Кей жылдары көктемде күн ерте жылиды. Соның салдарынан қыс бойы жауған қар жылдам ериді. Егер қар қалың жауса, су басу қаупі артады. Сондай кезде су қоймасындағы судың деңгейі ернеуінен асып, елді мекендерге қауіп төндіруі мүмкін. Мұндай жағдай алапат су тасқынына әкеліп соғады. Ал осы жағдайларға байланысты қандай сақтандыру шараларын жасауға болады? Осы сұрақтың жауабын жұбыңмен талқылап, су тасқыны кезінде қауіпсіздік ережелер кеңесін құрастыр. Иә, оқушылар, кеңестерің өте жақсы. Бұл кеңестерді өздеріңде естеріңде сақтап жүріңдер. Сендер су тасқыны апатынан басқа да катаклизмдердің бар екенін білесіңдер. Енді олардың да қалай пайда болу себептерін нақтылап көрелік. Ол үшін өздік жұмыс орындаймыз. Үшінші тапсырма. Суреттерге қарап, катаклизм болдыруы мүмкін бағандарды белгіле, және олардың алдын алу шараларын құрастырып жаз. Жаңа айтып кеткеніміздей, жер сілкінісі кезінде адамдар үйден шығып кетуі керек. Енді мына суретке қараңдаршы. Жер сілкінісі кезінде атқарылатын қауіпсіздік шаралары суретте дұрыс орналасқан ба? Ендеше осыны анықтап ретімен қойып көрелік. Жарайсыңдар оқушылар.
Бұл тапсырманы да өте жақсы деңгейде орындадыңдар. Осындай жақсы деңгейлеріне байланысты мен сендерге тағы да қосымша тапсырма жағдаяттарды шешуге беремін. Қане, бұны да тез әрі жоғары нәтижемен орындап көріңдер. 5-ші тапсырма жағдаяттарды талқыла. Шеңбер жасап жүреміз, шеңбер жасап жүреміз, шеңбер жасап жүреміз, тез отыра қалайық. Шабамыз. Шеңбер жасап шабамыз, шеңбер жасап шабамыз, шеңбер жасап шабамыз, тез отыра қалайық. Тыныш, аяқтың ұшымен жүреміз. Тыныш қана жүреміз, тыныш қана жүреміз, аяқтың ұшымен тез отыра қалайық. Ұйқым келіп кетті ғой. Ұйқы, 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 бәріміз ұйықтап қалдық. Тұрыңдар. Тұрыңдар, балалар, қоян сияқты секіреміз. Шеңбер жасап секіреміз, шеңбер жасап секіреміз, топ-топ секіреміз, тез отыра қалайық. Енді айналайық. Шеңбер жасап айналамыз, шеңбер жасап айналамыз, 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 тез отыра қалайық. Секіріп айналайық. Шеңбер жасап секіреміз, шеңбер жасап айналамыз, секіреміз, айналамыз, тез отыра қалайық. Міне оқушылар, сабақтың соңы қорытынды сәтіне де келдік. Бүгінгі сабағымызды дұрыс-бұрыс жауаптармен қорытындылаймыз. Мен бүгінгі тақырып бойынша ақпараттар оқимын. Сендер сол ақпараттың дұрыс-бұрыстығын көрсетесіңдер. Жалған ақпарат айтылса, қол соғылады, дұрыс жауап айтылады. Шынайы ақпарат айтылса, тыныштық болады. Енді ақпараттарды мұқият тыңдаймыз. Жер сілкінісі уақытында қауіпсіз жерге орналасып, жедел жәрдемге қоңырау шалыңыз. Суға батып бара жатсаңыз, жүзуге, су бетінде ұстап тұруға көмектесетін кез келген затты пайдаланыңыз. Жер сілкінісі кезінде терезе алдына шығып, айқайлап, көмекке шақырыңыз. Қатты жел болып жатқанда далаға шығып, терең дем алыңыз. Найзағай соғып тұрғанда барлық тоқ көздерін жұмыс көзінен суырыңыз. Жақсы балалар, енді сабағымызға кері байланыс жүргізейік. Чемодан, ет тартқыш, қоқыс. Бүгінгі сабақтан алған керекті ақпараттарды чемоданға салып ал. Егер ақпараттың ішінде әлі ізденіп толықтыру керек болса, ет тартқышқа сал. Қажет емес артық дүниені қоқыс жәшігіне сала сал. Үйге тапсырма. Елімізде болған катаклизмдер тақырыбында ақпараттар ізденіп келу. Осымен оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.